Қазақмыстың тау-кен өңдеу кешені 2012 жылы желтоқсанда қолданыстағы қайта құрылымдау бағдарламасы негізінде құрылды. Бүгінде оның құрамында жезқазған түстімет, шығыс түстімет, шахта қазу тресті мен жомарт кеніші бар. Онда 25 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Бұл компания қызметкерлерінің жартысына жуығы. Бұл өндіріс орындарын біріктірудегі мақсат шығынды оңтайландырып қана қоймай, таудағы кен алаңдарын дамыту жоспарын қайта қарау болып табылады. На примере рынокта катодты мыстың тоннасы орта есеппен 8-8,5 мың болған кезде жезқазған алаңында өнімнің өзіндік құны $9,800 құрады. Яғни біз әр тоннадан $1000 астам шығын көріп отырдық. Бүгінгі таңда сол атқарылған жұмыстың арқасында 8 айда кен өндіруді 101%-ға, рудыдан мыс алу жағынан жоспарды 110%-ға орындадық. Бұған еңбек ұжымының жұмысқа деген көзқарасын өзгертуінің арқасында қол жеткізіп отырмыз. Это вот благодаря тому, что коллектив сегодня изменил свой взгляд к работе. Мұндай нәтижелерге қол жеткізу үшін тау-кен және дайындық жұмыстарын жүргізу жоспары мен кешен құрамындағы барлық өндіріс алаңдарының өндіру жоспарлары қайта қаралды. Кей жағдайларда кен өндіру мен өңдеу технологиялары өзгертілді. Ал жезқазған өндіріс алаңында жезқазған кенішін дамыту жөніндегі бас жоспардың техника-экономикалық негіздемесі әзірленіп жатыр. Реализация проекта позволит эффективно отрабатывать. Жобаны жүзеге асыру шахтада қалған запасты тиімді пайдалануға, өңдеуге катод мысының өзіндік құны 1,5-2 есе төмендетуге мүмкіндік береді. Өндірістен түсетін табыс деңгейін мыстың нарықтағы құны шеңберінде, яғни $6,000-6,500 көлемінде ұстап тұруға көмектеседі. Ең бастысы жезқазған өндіріс алаңындағы жұмыс орындарын сақтап қалуға септігін тигізеді. Самое главное — это рабочие места на предприятиях жезқазганской площадки. Қазақмыс жезқазған аймағында зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін Қазгеология барлау компаниясына 600 миллион теңгеден астам қаржы бөлді. Сонымен қатар компания елдегі аса ірі геологиялық барлау бағдарламаларының бірін өз күшімен жүзеге асырып келеді. Геологиялық барлау жобалары компанияның мыс өндірісін қазіргі қалпында сақтап қана қоймай, алдағы уақытта оны біршама арттыруға мүмкіндік береді.